Балақай, күніне сен бір ертегі тыңдауың керек, өйткені сол бір ертектің ішінде неше түрлі қызықтар болады. Бүгін менің саған оқып беретін ертегім әйгілі Құрт тоқпақ ертегісі. Бұл робо-няня ойыншығын 5 жастағы бүлдіршін құрастырды десек, ешкім нанбайтыны рас. Алғашында біздің түсіру тобымызда өз көздеріне сене алмады. Алтын бесік балабақшасының тәрбиеленушісі компьютерлік бағдарламаны ұстазымен бірге әзірледі. Ерасыл Мырзажанов кішкентай болса да смарт жүйелерді меңгеріп жүрген жандардың бірі. Мен осы жобаға 2 лоботты істедім. Лоба-карусель, лоба-качеля, лоба-няня. Балаларда ертегі айтып, ойнатып, сергетеді. Шағын робо-қалашықты бүлдіршіндер ұстаздарының көмегімен құрастырды. Мұнда кедергілерден өте алатын танктерді көре аламыз. Планшет арқылы басқарылатын тың ойыншықты 5 жасар балғындар жасады. Робо-акробат пен катамаран балалардың қиялынан туған. Шағын қалашықтың көркін ашып отырған эко-үй мен жылыжай, балабақша тәрбиеленушілерінің еңбегі. Компьютер арқылы басқарылатын бұл қондырғы өсімдіктерді өсіруге болашақта сеп болары сөзсіз. Барлық робо-технологияны форум кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин көз ұшымен қарай алды. Тіпті ресейлік көшбасшы болашақ ғұламалар деп балғындарды еркелетіп үлгерді. Риза Әлжан да жаңа смарт жобаларды меңгеріп жүр. 5 жасар қыз сіңлісіне арнайы ойыншық карусель әзірлеп қойыпты. Ата-анам мені жазда демалыс орнына апарды. Сондықтан мен істедім робот-карусель. Чтобы робот-карусель менің кішкентай сигірімді катать етті. Осы қалашықта өзі сурет салатын шағын роботты көре алдық. Компьютерлік бағдарламамен басқарылатын техно қылқалам шебері прогрестің үлгісін баршамызға айқындағандай ой салып отыр. Айта кету керек, Алтын бесік балабақшасы робототехника үйірмесін былтыр ашты. Бүгінде 80-ге жуық тәрбиеленуші смарт жүйені игеріп үлгерді.